Саламатсыздар ма оқушылар? Біздің кезекті қашықтықтан оқыту физика сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі қарастыратынымыз 7 сынып физикасы әртүрлі механикалық қозғалыстардың графиктері деген тақырыпты қарастыратын боламыз. Олай болса, бастаймыз. Бүгінгі негізгі сабағымызға арқау болатын тірек сөздер бұл бір қалыпты түзу сызықты қозғалыс, бір қалыпсыз түзу сызықты қозғалыс, қозғалыс теңдеуі, қозғалыс графигі, жылдамдық графигі деген негізгі тірек сөздерге тоқталатын боламыз. Олай болса, бір қалыпты түзу сызықты қозғалыс дегеніміз не? Бір қалыпты түзу сызықты қозғалыс деп, дене кез келген бірдей уақыт аралығында қозғалысы бағытын өзгертпей, бірдей орын ауыстыратын қозғалысты айтамыз. Мысалы, біз мына бір формула, яғни есімізде жол тең жылдамдықтың уақытқа көбейтіндісі деген формуламыз бар еді. Бұл бір қалыпты түзу сызықты қозғалысқа негіз болатын формуламыз. Ал енді астында бізде екінші формуламыз түріне қарайтын болсақ, бұл формула қалай түрленіп шықты? Осы формулаға тоқталайық. Оның шығу негізі бізде жалпы айтқан кезде түзу сызықты орын ауыстыру мен жолдың шамасына тоқталайық. Жалпы жол деп отқанымыз, яғни S, бұл бірінші қозғалмай тұрған кездегі және белгілі бір жол жүреді ғой, екінші бір пунктке тоқтайды. Мысалы, сендер үйден шықтыңдар да мектепке қарай келдіңдер. Сол кезде мына жерде сендердің үйлерің болса, мына А нүктеміз, ал Б нүктеміз мектеп деп қарастырамыз. Нәтижесінде белгілі бір жол жүрдік, орын ауыстырдық қойсты, орын ауыстыруымыз неге тең болады? Бастапқы координатамыз бен соңғы координатамыздың несі азайтындысына тең болады екен. Жол тең, бастапқы координатамыз, бастапқы координата деп аталады, мынауымыз соңғы координата деп аталады. Нәтижесінде бұның екеуінің азайтындысы неге тең болады екен? Біздің жолымызға тең болады деген сөз. Олай болса, формуланы түрлендіретін болсақ, яғни жаңа мына формула тең екендігін біліп алдық, Ал енді бізде мына бір формуламыз қалай еді бастапқыда? Бұл формуламыз S тең жылдамдықтың уақытқа көбейтіндісі еді. S-тің орнына біз не жаздық? Міне. Себебі тең деген амал орындалып тұр. Жолымыз осы бір өзгеріске тең. Сол себепті орнына қойдық. Осы жерден біз соңғы координатаны тапқан кезде формуламыз минус таңба теңнің мына бетіне оң таңба өтеді, қосу таңба өтеді. Нәтижесінде формуламыз осында бір формуламыз келіп шығады екен. Бұл бір қалыпты түзу сызықты қозғалыстың негізгі формуласы екен. Біз осы формулаға қазір графиктерді орнататын боламыз. Графиктерді есептер қалай шығатындығын көрсететін боламыз. Бұл жерде V деп атқанымыз білмейтіндер болса, V деп атқанымыз бұл жылдамдық. Жылдамдықтың өлшем бірлігі метр бөлінген секундқа тең. Т деп атқанымыз бұл не? Бұл уақыт, өлшем бірлігі секундқа тең болады. X нөлевой деп атқанымыз бұл бастапқы координата, өлшем бірлігі метр. Бастапқы координата. Мынау соңғы координата болып қарастырылады. Түсіндік қой? Не үшін координата болып қарастырылды дейтін болсақ, бұл бізде координата өсінде болғандықтан. Түсіндір алдық қой? Ары қарай кеттік. Енді түсіндірме есеп. Бірінші есебімізді түсіндіріп көрейік. Мысалы, біздің теңдеуіміз берілді міне. Мына теңдеуіміз берілді. Яғни x тең 3 көбейту t деген теңдеуіміз берілді. Бұл жерде бұл теңдеуіміз қандай теңдеу болып тұр? Бізде бастап координатамыз жоқ. Яғни x тең болады жылдамдықтың неге уақытқа көбейтіндісі деген формула келіп шықты ма? Естерінде болса, мына жерге айтып кетейік, біз бір жайтты айтып кетейік. Егер бастапқы координатамыз, міне қарайық, бастапқы координатамыз тең болады 0-ге болса, ондай жағдайда формуламыз x тең болады жылдамдық көбейту уақыт деген. Түсіндіре алдық қой? Бастапқы координата болмаған жағдайда. Яғни мына теңдеуіміз бастапқы жылдамдығымыз координатамыз болмаған жағдайда болып тұр. Яғни мына бір формула келіп тұр деген сөз. Бұл жерде жылдамдығымыз нешеге тең болып тұр? Сонда жылдамдығымыз 3 метр бөлінген секундқа тең болып тұр. Нәтижесінде 0 секундта ол 0 метр жол жүрді. Ал енді уақыттың орнына біз 1-ді қоямыз. Яғни x тең 3 көбейтеміз 1 секунд. Тең болады, не болады? 3 метр, болып қарастырылады. 3 метр жол жүрді ма? Міне 3 метр жол жүрді. Екінші секундта, екінші секундымызда x тең 3-ті көбейтеміз, t-ның орнына 2-ні қоямыз. Нәтижесінде бұл неше болады? 6 метр болады деген сөз.
Ал енді бұл метр қалай шыққандығын көрсетіп кететін болсақ, үшінші жағдайын қарастырайық. Ол кезде x тең, бізде 3 секунд, яғни 3-ті көбейтеміз. 3 метр бөлінген секунд. Көбейту не болды? Бізде 3 секунд. 3 секунд. Нәтижесінде секундтар қысқарады, мынау бөлімде болғандықтан. Көбейтсек 9 метр кеп шықты деген сөз. Бұл деген сөз әр секунд сайын, әр бір секунд сайын бұл 3 метрге жол орын ауыстырып отыр. Міне 3 метр, тағы 3 метр, тағы 3 метр, тағы 3 метр, әр секунд сайын. Түсіндік қой, яғни 1, 2, 3, 4, 5 әр секунд сайын ол 3 метрге орын ауыстырды. Бұл бізде кестесін сызып алдық. Енді графигін орнататын болсақ, мына графикке тоқталамыз. Міне бастапқыда 0 секундта 0 метр жол жүрді. Міне қараймыз. Осындай координат орнатамыз. Мына бетін метрмен, x пен, мына бетін уақытпен орнатамыз. Сол кезде This is your time, your life flashing before your eyes and soon enough. Екіншісі бізде 1 секундта міне. 1 секундта міне нешеге 3 метр жол жүрген. Екеуін түйістірген кезде мына жерге түйісті. Үшінші 6 метр жол жүргенде 2 секундта жүрді бұл. 6 мына бетте 2 түйістіреміз. Одан кейінгісі 3, 9, мына 12, 4 деп кете береді, барлығын түйістіретін болса, осындай график келіп шығады деген сөз, координатамыз. Түсіндік қой?